Сәлем, Майами, қалдарың қалай? Алғашқы сұрақ кімде? Сұрағымды чемпионнан бастағым келіп тұр. Алекс. Израильмен 3 ретте білестіңдер. Оның біреуі ММА-да. Ол өзгерген ба? Жаңа қандай нәрсе байқадың? Сені таң қалдырды ма? Әрине, мен әрдайым бір нәрсе үйреніп отырамын. Және бізде қиян-кескі шайқас болды. Ол мықты спортшы. Мен осы жексенбіде соны күтемін. Ол жан-жақты өте тәжірибелі және ақылды жауынгер. Сондықтан мен онымен жекпе-жекте өте сақ болуым керек. Сен оны 3 рет жеңдің. 4-ші жекпе-жек саған қаншалықты маңызды? Бұл шайқас саған не береді? Білесің бе, мен өткен жекпе-жек туралы мүлде ойламаймын. Өйткені айтып өткенімдей, ол өте тәжірибелі, қауіпті жауынгер. Және ол бұрынғы чемпион. Сондықтан да мен алдыңғы жекпе-жектегі жетістігімді ойлап шығатын болсам, бәрі жаман аяқталуы мүмкін. Сондықтан ол жекпе-жектер маңызды емес. Маңызды осы жолғысы. Мен оған дайынмын. Келесі сұрағым Израильға. Жаңағы сұрағымды саған да қойғым келеді. Алекспен 3 жекпе-жек өткіздіңдер. Біреуі ММА-да. Одан жаңа бір нәрсе байқадың ба, немесе оны 100% білемін деп ойлайсың ба? Оның жауынгерлік рухы мықты екені мені таңғалдырды. Бірақ жексенбі күні мен оған өзімнің мінезімді және рухымды көрсетемін. Менде ол бар екенін барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сонымен Изи, бұл жекпе-жек саған қаншалықты маңызды? Өз чемпиондық белбеуіңді қайтарып алу. Әлде бұл... Белдігін құрысын, мен оның басын аламын. Хорхе, UFC Майамиде 20 жылдан кейін турнир өткізу үшін өзің сияқты супер жұлдыздың шыққанын күтті деп ойлайсың ба? Бұл сұрақтың жауабын мына жігіт біледі. Бұл сұрақты Данаға қойыңдар, өйткені әрине бұған менің ықпалым болды, Бірақ соңғы шешімді Дана қабылдайды. Жақсы, онда сұрағым Дейна Уайтқа. Майамиде турнир өткізу үшін Хорхе Масвидаль сияқты танымал жұлдызды күттіңіз бе? Тыңда, ол сияқты үлкен супер жұлдызы бар қалаға келіп, турнирді тамашалау өте көңілді әрі қызықты және керемет. Өздерің білесіңдер, жексенбі күні олар октагонда кездескен кезде денеміз тітіркенетін болады. Және бұл керемет. Басқа спорт түрлерінде бұндай жоқ. Сондықтан сенің сұрағыңа деп жауап беремін. Хорхе, жексенбі күні Гилбертпен шайқасқа шыққаныңда жанкүйерлерді не күтіп тұр? Қатыгездік, тағы да қатыгездік. Бұның бәрі сендер үшін, менің адамдарым үшін және менің қалам үшін. Мен бұл жекпе-жекке жақсы дайындалдым және барлықтарыңа қатыгездіктің қандай екенін көрсетемін. Гилберт. Чемпиондық титулға үміткерлікке талас-тартыстар көбейіп жатыр. Біреулер Ковингтон лайық дейді, біреулер Хорхе лайық дейді. Қалай ойлайсың, адамдар бұл тізімнен сені сызып тастаған жоқ па? Менің түкіргенім бар. Жексенбі күні шоу жасаймыз. Көріңіздер, билет сатып алыңыздар, келіңіздер. Менің түкіргенім бар. Жексенбі күні шоу жасаймын. Сұрағым Израиль Адесанияға. Израиль, мойныңа не тағып алғансың? Не нәрсе, айта кетесің ба? Мен қарғы баулы төбетпін, шынжырымнан босануға аз қалды. Менің сұрағым Хорхе Масвидальға. Кеше қонақ үйде Кевин Холландпен ерегесіп қалған сияқтысыздар. Не жағдай болды, айта кетесіз ба? Ештеңе де болған жоқ. Түсінесің бе, бұл айтуға да тұрмайды. Хайпқа шөлдеп жүрген сорлы біреу, ол туралы айтқым да келмейді. Кеше басқаша сөйлеп едің ғой, сөзіңе жауап бермейсің ба енді? Кевин, онда сұрағым сізге бағытталады. Араларыңызда қандай мәселе? Мен оған қызсың деп айтқам, соған ренжіп қалған шығар. Олар төбелеспейді ғой, қойсаңдаршы. Сұрақтарың болса, олардың қарсыластарына қойыңдар. Біз мына жерде ерігіп отырған жоқпыз ғой. Дейна, Майами енді жыл сайын UFC турнирін өткізетін қалалардың қатарына кіре ма? Қысқасы, тыңда, алдыңғы рет біз Майамиде осыдан 20 жыл бұрын болдық. Ол кезде біз $446 мың билет сатқан болатынбыз. Ол 20 жыл бұрын. Енді біз қайтып оралдық. Бұл ең үлкен гейттардың бірі. Лас-Вегас пен Мэдисон Сквер Гарденді қоспағандағы ең үлкен гейт. Және біз міндетті түрде Майамиге қайтып оралатын боламыз. Дейна, саған тағы бір сұрақ. Хорхе Масвидаль мен Гилберт Бернс жексенбі күні керемет жекпе-жек көрсететін болса,
Колби Ковингтонның алдын орап, орта салмақтағы титул үшін үміткер атана ала ма? Айтшы, олардың сені көндіруге мүмкіндіктері бар ма? Немесе сен мұны жоққа шығарасың ба? Тыңдаңыз, сіздер Колби Ковингтонды жақсы көресіздер ма, жоқ па білмеймін. Бірақ ол Лондонға ұшып келіп, салмағын жасады және міндеттерін атқарды. Ол Леонмен шайқасқа әбден лайықты. Бұған күмән жоқ. Енді жексенбі күні жекпе-жектің қалай өтетінін көреміз. Колби соңғы рет қашан кімді жеңіп еді? Гилберт, сен Флоридада жаттығасың. Масвидаль, Колби және Камару Усман да осы жерді дайындалады. Менде екі сұрақ бар. Алғашқысы, бұл дивизиондағы мықты жауынгерлердің барлығы Флоридада жаттығады. Бұның құпиясы неде? Екіншісі, шын мәнінде Майамидің королі кім? Біз жақсы көреміз. Барлық бразилиялықтар Флоридан жақсы көреді. Бұл жерде үйдегі сияқты жылы, ауа ылғалдылығы да күшті. Мен осында 10 жыл тұрамын. Хорхені жақсы көретіндеріңді білемін, оны құрметтеймін. Және осы жексенбі күні біз сіздерге шоу көрсетеміз. Мүмкін Майамиде жаңа король пайда болатын шығар. Майами, біз қайтып оралғанымызға өте қуаныштымыз. Келгендеріңізге рахмет. Қазір біз жауынгерлермен көзқарас шайқасын өткіземіз. Ертең салмақ өлшеуде кездескенше.